Бұл біздің ұстаздарымызға арналған сүйінші жаңалық. Оқу жылынан бастап модерация ұғымы бастауыштың бағалау жүйесінен алынып тасталады. Неге? Өйткені біздің негізгі мақсатымыз мұғалім үшін оның жүктемесін жеңілдету. Біз қазір көріп тұрмыз, көбінесе модерация формалды түрде, көп жағдайда мұғалімге шамадан тыс жүктеме алып келгендігін көрдік, сондықтан біз бұдан биыл бас тартамыз. Үшінші мәселе, мысалы біз қазақ тілінде диктант, мазмұндама, шығарма, сонымен бірге жалпы шығармашылық жұмыстарды, бұдан бөлек біз математикадан бақылауды қайтадан енгізіп жатырмыз. Енді баланың дәптерінің өзіндік бағасы болады. Яғни бұрынғыдай ол тек қана ақпараттарға шығармайды, бала дәптерге жазады, сол дәптерді тексереді. Қайталап айтамыз, әрбір тапсырманың, яғни диктантты қалай бағалау керек, соның критериялар нақты айқындалуда, немесе мазмұндама қалай бағалану керек, оның да критерийі айқын болады.